Саламатсыңдар ма балалар? Келесі пән сауат ашу, тақырып ұлттық тағамдар. Яғни әліпби тақырыбындағы сабағымыздың екіншісі. Алдарыңда балалар қазақ әліпбиі. Байқап тұрсаңдар, әрбір әріптің астына сендерге оңай болу үшін тапсырманы орындауға сандармен белгілеп қойдым. Өйткені бүгінгі тапсырмаларымыздың біразы осылай орындалады. Қане жасап көрейікші? Мысалы, Жанна, Алина, Қанат, Сабира, Болат, Талғат есімді адамдардың атауларын жазып қойдым. Осы адамдардың атын балалар әліпбидің ретімен орналастыруымыз қажет. Демек, әрбір адамның атының бастапқы әріптеріне назар аударамыз. Жанна дегенде Ж бірінші тұр, Алинада А, Қанатта Қ, Сабирада С, Болатта Б, Талғатта Т деген әріптердің орналасу ретімен орналастырайық. Әрине, әліпбидің басында А әріпі тұр. Демек, біз ең бірінші қай адамның атауын жазады екенбіз? Алинаны. Ал екінші іздейміз. Жанна, Қанат, Сабира, Болат, Талғат қалды. Қанеке, іздейміз. Ж, Қ, С, Б, Т. Әрине, үшінші орналасқан әріп Б, Болат есімі жазылады. Енді үшінші Жанна, Қанат, Сабира, Талғат қалды. Қане, жылдам бірінші қатарда жоқ. Г, Д, Е, Ё, Ж. О, Ж, оныншы тұр. Демек, Жаннаны жазамыз. Жарайсыңдар. Келесі Қанат, Сабира, Талғат қалды. Қане, Ждан төмен қарай. З, И, қысқа И, К, Қ. О, Қанат бар. Демек, 15-ші тұрған Қанат. Қ әріпінің орнына біз Қанат, 4-ші Қанат екен. Келесі Сабира мен Талғат қалды. Қане, төменге қарай түсіп іздейік. Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С. 24-ші С тұр, және одан кейін Т тұр. Демек, Сабира, одан кейін Талғат жазылады екен. Жарайсыңдар балалар. Біз қазір адамның атауларын әліпби ретімен орналастырдық. Ал енді сұрақ. 24-ші тұрған қандай әріп? Қане іздейікші әліпбиден? 24-ші. Қане кім айтады бірінші? Мен сендерді әрине естіп тұрған жоқпын, но сеземін. Жарайсыңдар. 24-ші С әріпі тұр екен. Неге мен С әріпін сұрап тұрмын? Өйткені балалар, келесі тапсырмамызда өлеңнің аты сүт ішсең деп аталады. Сүтті балалар бізге 4 түліктің бірі сиыр береді. Және сүттің құрамында дәрумендер өте көп. Солай ма? Ал енді осы сүт ішсең сен қандай боласың? Тыңдаймыз. Ыстық-ыстық сүт ішсең, дәмі кетпес таңдайдан. Бой жадырап кенеттен, буы шығар маңдайдан. Ағарған деп, ақ дәм деп, аналар төгіп шашпайды. Сүт төгілсе, обал деп, аяғымен баспайды. Осы екі шумақ өлеңде балалар бір талай біздің есімізге сақтап орындайтын нәрселер айтылды. Ал енді осы өлеңдегі ойды сұрақ жауап арқылы қорытып көрейікші. Бірінші сұрақ. Сұрақтар өте оңай, тек қана мұқият тыңдауымыз керек. Өлең туралы. Өлең не туралы? А нұсқасы құрт, Ә нұсқасы май, Б нұсқасы сүт. Әрине, егер сендер мені тыңдап отырсаңдар, бұл сұрақ жауабы қандай? Сүт. Жарайсыңдар. Екінші сұрақ. Сүттің пайдасы қандай? А нұсқасы. Бойың жадырайды. Ә нұсқасы. Күлкің келеді. Б нұсқасы. Басың ауырады. Қане жауап береміз? Әрине, өлеңді мұқият тыңдап отырсаңдар, бұл сендерге қиын емес. Бойың жадырайды екен. Үшінші сұрақ. Сүттің түсі қандай? Ақ па, сары ма, көк пе? Енді бұл сұрақты білмеген оқушы, менің сөзім жоқ. Әрине, ол түсі ақ. Жарайсыңдар балалар. Демек, сүтті
жерге төкпей, ысырапсыз ішіп жүрсек, денсаулыққа пайдасы өте көп екен. Келесі тапсырма балалар. Осы сүт атауын топтастырайық. Біз бұл әдісті білеміз. Сабақта үнемі қолданып жүрген едік. Топтастыру әдісі есімізге түсті ме? Егер де ұмытып қалсаңдар, қазір орындау барысында естеріңе түсір. Демек, сүттен қандай заттарды өндіріп шығарады? Қане ойланамыз. Біріншісі дейді, май, және ірімшік, және айран, тағы да құрт, тағы да сүзбе дейді. Жарайсыңдар балалар, мен ойлаймын, осы аталған 5 заттың ішіндегі бірнешеуін сендер атадыңдар деп. Және де сүттен тағы да жасалатын нәрселер өте көп. Біз қазір соның ішіндегі 5-еуін ғана атадық. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз. Сөз жұмбақ шешу. Қазір сөз жұмбақтың қақ ортасында қып-қызыл болып сендерге қымыз деген ат жазылып тұр. Бұл да 4 түліктің беретін сүті балалар. Қымызды бізге 4 түліктің қайсысы береді? Жарайсыңдар, бие. Керемет, қымыздың да бойында, құрамында дәрумендер өте көп. Қымызды ішкен адамдардың көбісі ауруынан айығып жатады екен. Ал олай болса, сөз жұмбақты шешуге кірісеміз. Бірінші сөз жұмбаққа қараймыз. Қ әрпінен басталады, ары қарай 2 әрпі жасырын. Осы суреттің қайсысы сәйкес келеді? Кәнеке, ойланамыз. Әрине ол қаз. Қаз, үй құсы. Жарайсыңдар. Ал енді екінші қатарды қара. 1, 2, 3, 4, 5, 6 әріптен тұрады. Және соңынан санағанда екіншісі ы. Кәне, қай сурет сәйкес келеді? 4 сурет қалды. Ойланамыз. Жарайсыңдар, ол қарбыз. Енді м әрпінен басталады, ары қарай 4 әрпі жасырын. Әрине ол мысық. Келесі 4, 5 әріптен тұрады, арт жағынан санағанда екіншісі ы. Мен ойлаймын, 2 суреттің ішінен оны табу қиын емес. Әрине ол қауын. Соңғысы балалар. Мына тұрған затты мұқият қарасаңдар, өзі атауы сыртында да жазылып тұр екен. Ол сүзбе. Балалар, сүзбеден не жасайды? Әрине одан құрт жасайды. Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырма. Осы ортадағы қып-қызыл жазумен жазылып тұрған қымыз сөзінің ең алғашқы әрпі қ әліпбиде нешінші орналасқан? Кәне, кім жылдам табады екен? Кәне. Әрине 15-ші орналасқан екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазақ әліпбиін жаттап алсаңдар, ол сендерге болашақта өте қажет болады. Келесі тапсырма. Дәптермен жұмыс. Сандарды әріптерге айналдырып жаз. Балалар, кешегі тапсырмада да мен тура осыған ұқсас тапсырма берген болатынмын. Бірақ ол кезде жазылған сандардың саны өте аз еді, иә? Ал енді бүгін 2 ақ сөзді жасырдым. Бірақ сандардың құрамы көбірек. Қане, шатаспай, шыққан сөзді жазып, классрум арқылы маған жіберсеңдер, мен өте қуанышты болар едім. Ал осы жерде сендер тапқан сөз, шыққан сөз, балалар, сендерге арналады. Мен күтемін.